Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тіл сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз Байқоңыр ғарыш айлағының экологияға әсері. Және грамматикалық тақырыбымыз, яғни тілдік бағдар, қабысу. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау және сөз тіркесінің байланысу тәсілдері, түрлері, есімді етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану. Балалар, өткен сабақты еске түсіру мақсатында элективті тест әдісімен мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Өткен сабағымызда біз Байқоңыр ғарыш айлағының елімізге әкелген пайдасы және сөз тіркесінің байланысу түрлерінің бірі матасу, жай матасу мен күрделі матасудың айырмашылықтарын қарастырған болатынбыз. Матасу деп отырғанымыз, яғни бұл ілік септігіндегі сөзбен тәуелдік жалғаулы сөздің өзара байланысынан құралатын сөз тіркестері екен. Ендеше мына тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Сөз тіркесі дегеніміз не? Сөз тіркесінің байланысу түрлері қандай? Және матаса байланысқан тіркесті анықтаңыздар. Әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан, барлығы 3 бал. Тапсырманы орындап болсақ, дәптерімізді ашып, күннің жадымен жаңа тақырыпты жазыңыздар. Желтоқсанның 12-сі Байқоңыр ғарыш айлағының экологияға әсері, қабысу. Балалар, тілдік бағдар қабысу, яғни бұл сөз тіркесінің байланысу түрлерінің бірі. Сөз тіркесінің байланысу түрінің 5 түрі бар деп өттік, я? Қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Біз осылардың ішінде қиысу мен матасуды ғана өттік. Қиысу деп отырғанымыз бұл балалар кез келген сөйлемдегі бастауыш пен баяндауыштың жақ тұрғысынан өзара байланысуы және жіктік жалғауының байланысуы. Ал матасу деп отырғанымыз ілік септігіндегі сөзбен тәуелдік жалғаулы сөздің өзара байланысынан құрылған сөз тіркесі. Ал сөз тіркесінің байланысуының 3-ші түрі бізде қабысу. Балалар, қабысу деп отырғанымыз орын тәртібі арқылы анықталушы сөзбен анықтауыштың байланысы. Яғни орын тәртібі деп отырғанымыз балалар қатар тұрған сөздердің, сөйлем ішінде қатар тұрған сөздердің, екі сөздің немесе сөздердің оның ішінде анықталушы сөзбен анықтауыштың байланысы. Яғни анықталушы сөзбен анықтауыш деп отырғанымыз бұл сын есім мен зат есімнің байланысы деп алсақ болады. Сын есімнің сұрақтары бізде қандай, қай? Яғни сын есім мен зат есім сөйлем ішінде қатар тұру керек және анықталуыш пен анықтауыштың байланысы болу керек. Мысалы, ғарыштық аппараттарды ұшыратын ғарыш айлақтың бірі Байқоңыр деген сөйлемді алатын болсақ, ғарыштық аппараттар деген сөз тіркесі бізде қабысу болады. Аппараттар бұл зат есім, я? Нелер деген сұрақ қоямыз. Қандай аппараттар? Ғарыштық аппараттар. Екі сөз орын тәртібі арқылы байланысып тұр. Яғни орын тәртібі деп отырғанымыз екі сөз сөйлем ішінде қатар бірінен кейін бірі тұр. Және бұл екі сөз анықтауыш пен анықталушы сөздің байланысы, яғни сын есім мен зат есімнің байланысы. Балалар, қабысуда матасу секілді жай қабысу және күрделі қабысу болып екіге бөлінеді. Дәл матасу сияқты, яғни жай қабысу мен күрделі қабысуды қалай ажыратамыз? Ол үшін біз олардың бағыныңқы сыңарына қараймыз. Бағыныңқы сыңары деп отырғанымыз бірінші сыңары. Бірінші сыңары бір ғана сөзден тұрса, бір ғана сын есімнен тұрса, яғни ол жай қабысу болады. Мысалы, ағаш күрек. Басыңқы сыңары күрек, я? Қандай күрек? Бағыныңқы сыңары ағаш күрек. Яғни бағыныңқы сыңары бір сөзден тұр,
бұл жай қабысу болып саналады. Немесе мөлдір су, басыңқы сыңары су, сұрақ қоямыз бағыныңқы сыңарына, қандай су? Мөлдір су. Бағыныңқы сыңары бұл жерде мөлдір. Бір ғана сөзден тұр. Яғни бұл мысалдар, бұл сөз тіркестері жай қабысу болады. Ал күрделі қабысу болу үшін бағыныңқы сыңары екі немесе одан да көп сөзден тұру керек. Мысалы, мөлдір таза су. Не су, басыңқы сыңары су, зат есім, я? Қандай су? Мөлдір таза су. Бұл жерде бағыныңқы сыңары мөлдір таза. Яғни бағыныңқы сыңары екі сөзден тұр, мөлдір таза деген. Бұл күрделі қабысу болады. Немесе қара торы бой жеткен. Кім бой жеткен? Басыңқы сыңары бой жеткен, я? Зат есім. Қандай бой жеткен? Қара торы бой жеткен. Бағыныңқы сыңары қара торы. Екі сөзден тұр. Яғни бұл күрделі қабысу болады. Балалар, жай қабысу мен күрделі қабысуды ажырату үшін бағыныңқы сыңарына қараймыз. Яғни бағыныңқы сыңары бір сөзден, бір сын есімнен тұруы мүмкін, немесе бірнеше күрделі сын есімнен тұруы мүмкін. Тілдік бағдар, грамматикалық тақырыбымыз қабысу түсінікті болған болса, ары қарай тапсырмаларды орындауды жалғастырамыз. Мына алдарыңыздағы ережені өздеріңізге керек жерлерін, мысалдарды дәптеріңізге түртіп алыңыздар. Егер ережеге қатысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде мұғаліммен байланыс жасап, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Бірінші тапсырма: 78 беттегі мәтінді оқып шығыңыздар және осы мәтіннен тірек сөздерді табыңыздар және мәтін мазмұнын ашатын сөйлемді табыңыздар. Мәтінді оқып болғаннан кейін тірек сөздерді және мәтін мазмұнын ашатын сөйлемді тауып жазасыздар. Тапсырманың дескрипторы мәтіннен тірек сөздерді анықтайды, мәтін мазмұнын ашатын бір сөйлемді табады. Бұл тапсырмаға 3 балл. Және екінші тапсырма: балалар, дәл осы оқыған оқылым мәтінінен матаса және қабыса байланысқан сөз тіркестерін теріп жазыңыздар. Сіздердің алдарыңызға мысал беріп қойдым осы мәтіннен. Мысалы, біз айттық, матасу дегеніміз ілік септігіндегі сөздің, яғни кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін сөзбен тәуелдік жалғаулы сөздің байланысы дедік. Мысалы, осы мәтіннен ғарыш айлақтың бірі деген мысалды сізге мысал ретінде жазып қойдым. Екінші, қабыса байланысқан сөз тіркестерін теріп жазасыздар. Яғни қабысуды мен жаңа түсіндіріп кеттім, я? Бұл сын есім мен зат есімнің өзара қатар тұрып сөйлем ішінде бірінен кейін бірі тұрып, яғни орын тәртібі арқылы байланысу дедік. Осы мәтіннен мынадай мысал келтіріп қойдым. Тұзды, топырақты төмпешік. Бұл жерде бұл қабысу күрделі қабысу болып тұр, я? Төмпешік не? Тұзды, топырақты. Қандай төмпешік? Тұзды, топырақты. Яғни бағыныңқы сыңары екі сөзден тұр. Бұл күрделі қабысу болып тұр. Дәл осылай балалар, осы мәтіннен матаса байланысқан сөз тіркестерін бөлек тересіздер, қабыса байланысқан сөз тіркестерін бөлек теріп шығасыздар. Тапсырмаға 4 балл. Балалар, осы екі тапсырманы және өткен сабақты еске түсіруге арналған жаңағы 3 тестті орындап, мұғалімге міндетті түрде жіберіңіздер. Тапсырмалар өте оңай деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде мұғаліммен байланыс жасап, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Орындаған жұмыстарыңызды мұғалімге жолдаңыздар.